Тамыз осы жолы біздің білегіміз мықты дейтін жігіттер келіңіздер. Шығыс жамағаты биыл тағы да қатысамыз дейді. Солай ма? Ар жақтан. Ал келіңіздер жігіттер. Биыл екінші мәрте медресе жігіттері қатысайын деп жатыр. Олар ана жылы екінші орын алған. Ал жігіттер келіңіздер. Құрметті жігіттер, ұялмаңыздар. Бүгін мереке. Айт ағайын, ал. Мінеке жігіттер тақалып команданың атын құрып жатыр. Сыйлықтарымыз бар. Бес уақыт мешітте. Өте жақсы. Бағалысында. Асатындар, кір көтеруден чемпиондар келіңіздер бері қарай. Он 16 килограммдық. Волейбол ойыны мына 10 жақ арқан тартысымыз бастаймыз. Құрметті жамағат, кешірім сұраймыз. Бес адамнан, арқан тартыс 5 адамнан, одан кейін 2 адам замена. Ортаға бірінші арқан тартысқа Амангелді шәкірттері против медресе шәкірттері келіңіздер. Ал! Bir qol so'q qo'yingizlar. Allohu akbar. Allohu akbar. Al, kelingizlar. Medrese şagirdlari Amangелді şagirdlerine qarshi. Жеңіске жеткен медресе шәкірттері қол соқ қойып қошеметтеріңіз. Аллаху акбар. Енді Амангелді шәкірттері үйге қайтыңдар. Пловтан ауыз тиіп жүре беріңдер. Келесі. Шырайлы шығыс қарғыту. Шығыс. Ona шығыс, шырайлы шығыс 4 дүркін чемпион. Кімсіңдер, қайта берсіңдер. Аяқтан қаттырылмеңдер, сынып кетуі мүмкін. Мен білем 4 жыл болып бұларды көріп жүргенмін. Сүйрейді бұлар қазір. Ал, шығыс дайынсыздар ма? Все, дайынсыздар ма? Победил
Шығыс шабалақтары, шырайлы шығыс. Келесі ортаға. Политех ортаға келсін. Және Мариброс. Не деген ат? Келесі дайын тұрсын бізде, келесі дайын тұрсын. Ласкидон, Рамазан дайын тұрсын. Ali, командовать ettim ya Ali, командовать. Qaysi Maribros? Maribros komandası münajat. Және Политех. Bir, екі, үш. Мариброс жеңіске жетті. Қол келесі жаңағы Рамазан командасы келдіңіздер. Және Ласкидон дұрыс па? Арқаға жігіттер. Ал енді тағы да құрметті жамағат жігіттер, өтініш артқа қарай тұруларыңызды сұраймыз. Мына жерде мен жаңа бір баланы байқап басып кетті. Балалар шегіндер артқа қарай. Ол бала еңіреп жылап жатыр. Кім болады? Тұрыңыздар, өтініш жігіттер. Артқа жігіттер, артқа. Кеттің да? Артқа тұрдың да? Belge oramaydı, belge. Belge oramaydı. Ласкидон командасы және Рамазан командасы. Дайын тұрсын бізде. Медицина. Өзбектер. Дайынсыздар ма? 1, 2, 3. Çok şans var vaga oldu. Жеңіске жеткен Рамазан. Жарайсыздар жігіттер. Келесі ортада медицина және өзбектер. Одан кейін келесі дайын тұрсын Тұлпар Батыр. Дайын тұрыңыздар. Такс. Өзбектер қайсынан? Қайсысы екен өзбектер? Дайынсыздар ма? Медицина, өзбектер. 1, 2, 3. Video yapıyorsun mu? Шығыстан өзбектер бар ғой. Айттым ғой аға. Жігіттер өтініш, мына жерде сыймай жатырмыз, артқа тұрыңыздаршы. Міне имамдардың өздері сұрап жатыр. Мені тыңдамасаңдар иман тұтыңдар. Өтініш жігіттер артқа тұрыңыздаршы. Arka durunuzda şişeler, dikte var. King diyor bırak.
Arka. Артқа қарай, ары қарай тұрыңдар. Келесі ортада Тұлпар, оң жақ. Тұлпар және Кімді де сатып алыпсыз? Николин ма? Өзіме кіріп кеткен қазір. дайынсыздар ма? Bir, екі, үш. Arka Батыр жеңіске жетті. Ал ендеше ханымдар мен ханымдар жүгінген ендеше мырзалар. Ал ендеше полуфиналымызды бастаймыз. Ортада медресе шәкірттері Шырайлы Шығыс келіңіздер бер қарай. Kan eşitken sen arka durumdur ben görünüyor. Dayın тұрыңыздар, Мариброс, Рамазан дайын тұрсын. Belge oramaydı. Belge oramazlar. Belge. Жаңағана бар ғой, өзбек ағайлар қалай жеңіске жетіп көрдіңіздер ме? Осы жерде тұрған өзбектер қалай қолдап жүрді айғайлап. Енді мына жерде қазақ бауырлар, мына Рамазан медресе шәкірттері сондықтан қолдап жүрдіңіздер, Аллаху акбар деп. Бірақ мына жерде бізге бәрімізге тамақ беріп отырған Шырайлы Шығыс. Ал дайынсыздар ма? Bir, екі, үш! Сендер шығыста не жейсіңдер? Рамазан, ортаға келіңіздер, Рамазан жігіттері. Жаңа айттық қой, дайын тұрыңыздар деп. Келесі дайын тұрсын. Келесі дайын тұрсын. Өзбектер, Батыр дайын тұрыңыздар. Jigitler sen arka durumda arka qaray. O bari görsün. Ya qaray. Шығыс! Дайынсыздар ма? Рамазан командасы против Мариброс. Bir, екі, үш! Мариброс сендер ме? Фитнес клубыңыз ма? Крыс? Жүйжіз? Өзбектер, Батыр келіңіздер. Жаңа айттық қой, дайын тұрыңыздар. Сразу ортаға келіңіздер. Жігіттер, өзбектер, Батыр. Өзбектер. Әкенді? Әкенді? Өзбек әкен, бәкен? Страха глаза велики, ничего. Kım cüret kım?
Al dayıslarman, Özbekler, Batır. Tağ kırıp alındırırsa arka tuzlandır, arkan görünmeydi mi oldu? Bunlar birine ayak kim satılmaya yazdı? Al, şıraylı şıgız. Maribros kendisi. Endi şu ötüş, arka tutuzlar. Arka. Tarta jigitler. Kelsin, arka tutuzlar. Jigitler arka ötüş. Ali Kurtemp'ten Ali. Ali Kurtemp'ten. Jigitler ayıttı mı? Arka. Lan жібер. Давай. Keng durdular, keng. Osman birge gitti. Keng durdular, keng. Кешіріңіз, подождите, надо объявить, подождите, стоп. Мына жерге бізге финалға дегенде финалға шығып тұрған 3 команда екен. Ол Мариброс, Өзбектер және Шырайлы шығыс екен. Жоқ, дұрыс қой. Жоқ, жеребе емес. Бізде финалға шығып тұрған Шырайлы шығыс, Өзбектер, Мариброс бітті. 3 команда. Енді круговой жөнеміз бітті. Круговой келді. Міне қазір Шырайлы шығыс пен Мариброс қарсыласып түседі. Марибростың поддержкасы бар ма? Шырайлы шығыстың поддержкасы. Ека! Все, тағы да артқа шегінулерді сұраймыз. Алла разы болсын жігіттер, Алла разы болсын, артқа шегінейікші өтініш. Қолды таşı состырсын. Келесі клубқа енді біз өткені 3 орын определить мана. Бірінші орын, екінші орын, үшінші орын. Өзбектер. Бермей келіңіздер, өзбектер. Өзбектер. Кешіңіздер. Өзбек әкелі аға. Beş жігіт аға. Аяқ киім шешіп отырмайды. Yıllarga çıkadı bu. Özel tarafta verme. Çok az tema olmasın jigitler.
Все, al, Maribros sırada gelsin, Maribros. Var. Maribros gelsin. Bizga шығу керек негізі. Biz bir bolamız. Egerlenmişler kendisi. Fakat ikinci ortada Özbeklerinin шығыс шыға. Думаю, шығыс шыға. Жол. Артқа. Maribros және Özbekler. 1, 2, 3. Қазақтар қайда? Қуаныш қайда? Қазақтар жеңіп отыр ғой. Maribros енді кім? Өзбектер және шығыстағы өзбектер. Қазақ тоже есть там шығыс. Kana sen arka durursa yapılar. Arka yap. Görmek lazım. Sen arka durursa arka. Tağda yedim bak, şimdi artta şeyinizdir. Sen arkasın. Artta şeyini şaşırttı. Hazır şey kız olsun. Nasıl kız? Arkada kızır. Çünkü sizler kömürkesi vandıramadım. Bırak. Napsa sakla diyorum. Stalisin. Ana bir tane kaldı ya bu. Bir kızık olsun. Bir adam aldı. Hadi oğlum uçun. Kar arkasınızda kalsın. Tipini de kalsın. Sulasa kalsın. Yeka! Allah razı olsun. Зачем они хватаются? Они здоровы хватаются. Kaz jigitler, ortadan aşağı şimdi. Kalafır buruşlar istemeyatır jigitler. Artınıza kalafır buruşlar. Sakınadan bulaydınız da kaptanı zartı atsa. Sözlüş biri bana. Çok. Kalafır
Микрофон жапқаныңыздар естілмейді жігіттер. Ayağına koy diyor ya. Ayağına koy. Жігіттер, Мариброс, точно ойландыңыздар ма? Второй раз помощь это непростительно. Ребята, байланды. Кейін тұрыңыздар жігіттер. Ара кетті. Bir, екі, кеттік ал. Bir, екі, Şuri давай. Kattı. үш. Жігіттер, бастарын түсіріп кете бермедік. Мына шығысын жігіттер сияқты құрықты жеңдір. Күрішпен. Күрішті қуырамайсың. Болды. Жеңіске жеткен шығыс. Қол соқпайыңыздар. Спискпен бастаймыз ба? Кеттік. Қалған жігіттер түсінсіздер, ислам ғана қалсын. Мына ислам бауырымызға кішкене жігер беріп, кішкене шабыт беріп, қолдақ қойыңыздар. Аллаху акбар. Ал, бастайық. Дайынсыз ба? Және де шартын түсіндіріп кетейін. Демалуға рұқсат, бірақ қолыңызды дәл осылай тұрып қана демаласыз. Бұлай түсіріп демалуға болмайды. Қоюға болмайды. Жақсы ма? Демалуға болады. Жақсы? Ал, дайынсыз ба? Ал, барлығымыз бірге хорымен санайық. Кеттік. Ислам бауырым. Шашақ болып шыға. Кеттік. Ал, бисмилла. 1, 2, 3. До конца көтер. 46. 47. Ya kurtayını tutma sen. Молодец. 47 да? 48. 49. Молодец. 50. Болды, қоя сал. Қол соғайық. 50. 22. Красавчик. Давай. 23. Индики. 24. 20. 25. 5. 26. Байқашқым үйін шығып кетмесін. 27. 7. 28. 29. Жартылай көтеріп атсын, саналмайды. 30. Бол тастайсın. Болды, болды. 29. Асан. Короче, 29'da bir көтерді. Бахадыр. Бахадыр, кет. Ал. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 11. 12 енді болды. 12. Бахадыр 12. Бахадыр үйге қайта бер. Нұрғиса. Екі.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Молодец. Главное, бахадурдан өз. Ерғали, ортаға келіңіз. Ерғали, да? Кеттік. Хорошийсың ба? Біреу. Ой, бұл. Екеу. Күліп жүрдің ғой. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Алтау. Жетеу. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 13 болды. Ернат ортаға кел. Біреу, екеу, үшеу, 38. 38. До конца көтерген жоқ. Давай. 39. 39. Ернат 39, Нұрлыбек ортаға кел. Төрт, санап отырыңыздар. 7, 8. 9. Hasan. Болды, 28. Нұрлыбек 28. Шығыс Нұрбол. Шығыс Нұрбол ма? Кеттік ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 29. 31. Храм жоям деген сияқты шықтың ғой сен Нұрбол. Ал, Мұхаммед Али. Bir, 2, 3, 30, 31, 32. Болды 32. Ендеше жеңіске жеткен 50 көтерген Жанболатқа қол соқ қойыңыздар. Қайда Жанболат, кел. Ай, жарайсың, еркек ортаға шық. Және екінші орын алған Ернат 39 рет көтерген.
Жарайсың бауырым. Және үшінші орын Мұхаммед Али 32 рет көтерді. Қол соғайық. Жарайсыздар. Ал ендеше жігіттер, қазір дәл осы жерде волейбол басталмас бұрын марапаттау болады. Арқан тартыспен осы кір көтерудің марапаттауы. Бірінші кім? Міне, Қалбек ұстаз ортаға шақырайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Құрметті бауырлар, құрметті азаматтар, жарысқа қатысқан барша азаматтарды айт мерекелеріңізбен көрермендер баршаңызды құттықтаймыз. Жалпы бұл айт мейрамға өте үлкен бір сый болды. Бұл жерде қатысқан азаматтардың бәрі орын алды деп есептейміз. Бірақ қазақ айтады ғой, күш атасын танымайды. Сол үшін спорт болғаннан кейін біреу бірінші орын алады, біреу үшінші орын алады. Және айтарым, осыған ат салысып қатысқан жігіттердің бәрінен алғысымыз, рахмет айтамыз. Осының бәрі орын сіздерге. Мына осы тамашалап уақыттарыңыз бөліп тұрған сіздерге де Алла разы болсын, құрметті бауырлар. Біздің ислам дінінде жалпы пайғамбарымыз айтқан әл-муслимул қауи ахабба илаллахи мин муслимил даиф дейді. Күшті мұсылман, ол Аллаға сүйікті, ол абзал болады, әлсіз мұсылманға қарағанда дейді. Сосын күшті деген спорт жағымен де мұсылман адам күшті болу керек, білім жағынан да болу керек, даналық жағынан да. Міне айтарымыз, осы бауырларымызға сәттілік тілейміз. Міне бүгін қасиетті Рамазан айтында осындай бір жетістікке жеттіңіздер. Алла сауаптан жазсын. Кімге беру керек? Бірінші орын ба, екінші орын? Үшінші орын. Бірінші орын Жанболат. Екінші орын Ернар. Үшінші орын Мұхаммед Али. Аллаху акбар! Ал енді арқан тартысты жеңіске жеткен командалардың капитаны ортаға шақырамыз. Шырайлы шығыс Мариброс және өзбектер. Қолдарын соқып қойыңыздар. Алла разы болсын. Ал келіңіздер жігіттер. Үшінші команда өзбектер қайда? Өзбектер маған бере салыңыз. Екінші орын мына Асет деген бауырымыз, Алла разы болсын, жақында ғана қазақтың намысын қорғап, Дубай елінде ғой деймін, Абу Даби мемлекетінде қазақтың намысын қорғап, орын алып келді осы Асет бауырымыз. Міне бүгін және ат салысы, міне мешітте де Асет, Алла разы болсын. Мария Брос! Конвертте ақшалай сыйлық, қанша екенін айтпаймыз. Аха, енді бүгін ораза айтып қой деп садақа беріп кетсеңіздер болады мешітке. Беріп кетіңіздер. Соғып қой. Шығыс. Екінші орынды беріп қойық. Екінші орынды беріңіз. Берді ғой мені. Шығыс алдын тұр. Бірінші орынды беріңіз. Шығыс. Міне. Аллаху акбар! Бауырлар, шығыс жамағатына Алла разы болсын жігіттер. Бұл бауырларымыз шығыс жамағаты мынау тамақ елге ас беру жағынан да, қайырымдылық жағынан да, және ат салысып спорт саласында орын алып жатыр. Өткен жылда дәл осы жерде бәріміз куәгер болған болатынбыз. Міне биылда Алла разы болсын шығыс жамағатында бауыра бір қол соғып қойыңыздар иншалла. Ассаламағалейкум, құрметті ағайын, айт қабыл болсын. Мынау шығыстың алған бірінші орынның сыйлығын мына медреседегі бауырларымызға береміз. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Ана жолда бұл кісілер бірінші орынға тігілген жүлдені медресенің жігіттеріне берген. Походу бір бәле бар бұларда. Жақсы ойлап отырмыз, сол бір бәле бар деп. Бізді осы Қарағанды облысының
Jiu-jitsuдан осы біздің Марио Брос деген мектебімізден осы медресенің балаларына да осы сыйлықты арнағымыз келіп тұр. Алла Тағала сіздерге өздеріңізге береке берсін иншалла. Бізді осы медреседен үлкен ғұламалар шықсын, хафиздар шықсын иншалла. Алла Тағала сіздерді иншалла ең сүйікті құлдарының қатарына қоссын иншалла. Үшінші орын өзбектер маған айтты, біз кете береміз, сіз аласаңыз деген. Ал мен оны медресен жігіттеріне беремін. Жақсы, өзбектер қайда, өзбектер? Арқан тартыста жетіске жеткен өзбектер. Жарайды, қайтып кеткен соң. Кетті ғой енді. Неге беріңіз бәрі елдер қыза болады. Медресенің жігіттері. Енді өзіңіз шешімін қабылдаңыз. Граф балалар қайда? Я, біреу жіберіңіздер, кел. Мына бауырымызға Алла разы болсын. Мына үшінші орын осы Оразайтта марапатымыз болсын. Бізде енді осы сыйлықты медресеге беріп аламыз енді. Ал медресеге енді сіздер ешкімге бермейсіздер ме? Біз енді осының бәрін деп мешітке береміз, ойласам болады ғой. Жақсы, Алла разы болсын. Аллаху акбар, қол соқ қойыңыздар. Осындай керемет іс-шараға атсалысқан ғана ұстазымыз айтты, барлықтарыңыз жеңімпазсыздар. Және де сізге сөз береміз. Құрметті жақсылар, мынау өзінен өзі еш нәрсе болмайды. Мына өте үлкен ғимарат, білесіздер, бұл мешіт сырттан келген адамдардың шыны керек біреу сын көзбен кеп қарап кетуі мүмкін, біреу оны жасыруы мүмкін. Бірақ осы күнге шейін мешітіміздің тазалық азаматтар бар бізде, апайларымыз бар. Әуелі Алла сол апайларымыздың, сол бауырларымыздың арқасында біздің мешітте қауіпсіздік жағында охрана бар. Және мешіттің дәретхана, мешіттің тазалығында жүрген апайларымыз бар. Сол кісілерді мына бүгінгі мейраммен пайдалана отырып, мынау алғыс хат беруге рұқсат беріңіздер. Сол алғыс хатымызды айтып, жамағатына бір рахмет айтқым келеді. Алғыс хат құрметті Тенелов Арыстанбек Ақынбекұлы, ораза айында шынайы ықыласпен жасаған сауапты істеріңізге Алла разы болсын. Адал еңбектеріңіздің ырыс несібесі мол болсын. Қарағанды қалалық Әл-Машани мешітінің атынан. Арыстан әрі иман, әрі осы тазалық бәрі осы кісінің мойнында, осы ұжыммен осыны атқарып жүр. Алла разы болсын. Және сондай алғыс хат құрметті Ашырбаев Абдысамат Абдымүтәліпұлы, ораза айында шынайы ықыласпен жасаған сауапты істеріңізге Алла разы болсын. Қарағанды қалалық Әл-Машани мешітінен. Мына Абдысамат деген бауырымыз. Мына Самат деп, бірақ өзінің атын Абдысамат деп несіне айтып жүретін. Сенің атың Самат емес, Абдысамат шығар деп. Бүгін өз несіне келіпті Абдысамат деп жазсын. Бұл Абдысамат бауырымызда мына мешітте бізде хатшы, және сонымен байланысты осы мешіттің тыныс мәселесінде көп араласып еңбек жүрген азаматымыз. Және сондай алғыс хат құрметті Аубакиров Жармұхамед ағамыз. Жармұхан келіңіз. Дәл сондай алғыс хат Жармұхан ағамызға да Алла разы болсын. Мешіт тынысында көп еңбек етіп, осы Әл-Машани мешітінің беделін көтеріп жүрген ағамыздың бірі. Сондай алғыс хат құрметті Қайрат бауырымыз. Бізде мына қауіпсіздік охрана дейміз ғой. Осы мешіттің жаңағыдай бір тыныштық мәселесінде келе осы азаматтар, сіздер намаз оқыған кезде намаз оқи алмай қалады осылар. Жұма намаз оқымайды. Не үшін? Сіздердің қауіпсіздіктеріңіз үшін. Соны міне бағалап бүгін алғыс хат алып отыр. Қайреке, Алла разы болсын. Сондай алғыс хат құрметті Аубакиров Жанайдар. Келіңіз. Мына Жанайдар ағамыз да осы мешіттің тазалығына қауіпсіздігіне жауапкер ағамыздың бірі.
Және сондай алғыс хат құрметті Тойғанбеков Сағынтай. Мешіттің охранниктер танып алдыңдар. Мына мешіттің охранасы болыңдар. Бұл жігіттерге киер берсеңдер көтереді негіз бұлар, ше. Просто үндемей тұрғандар болмаса, білдірмейді бұлар. Бірақ міне күш атасы танымайтын мына бауырларымыз өте мықты азаматтар. Енді мынау мешітіміздің сыртқы ішкі тазалығына жауапкер апайларымыз бар міне. Солардың бірі құрметті Жүкенов Қымбат. Мына Қымбат ағамыз келіңіз. Мына мешіттің тазалығына сыртта осы ағамыз сыртта қар күреп міне алар. Аллаху акбар! Және сонда алғыс хат құрметті Тілепбердинова Айгүл апайымыз. Қайда оқыды? Апай келіңіз. Мына мешіттің мынау дәретхана жағында, әйелдер жағында осы апайымыз мешіттің ішінде тазалық жағында апай Алла разы болсын. Және сонда алғыс хат құрметті Қорабаева Қарлығаш. Бізде мына мектепте мешітімізде кітапхана бар. Сол кітапханаға әрдайым атсалысып, сол адамдардың білімін шыңдауға осы Қарлығаштан насымыз. Сонда алғыс хат құрметті Қалиева Мөлдір. Мына Мөлдір апайымыз бізде тазалық. Құрметті бауырлар, мешітке кірген кезде тап-таза болып тұрады ғой. Міне осы кісілердің арқасы сонда. Мешіт тап-таза болып тұрады. Bir, iki, Araya қараңыз mı? Bir, iki, üç. Tағы да. Аллах разы болсын сіздерге. Аман болыңыздар. Енді мына жігіттер бір өтініш болып тұр. Мына жерде телевидениеден адамдар келіп тұр. Жалпы жаңағы арқан тартысты кір көтеруді бір сюжет ретінде тартып жатқан секілді қылып түсіріп алса, жаңа кір көтеріп жатқан жігіттер сіздер жеңімпаз ретінде көтеріп жатқандарын түсіріп алса, жаңа кір көтерген жігіттер және арқан тартысқан жігіттер арқан тартысып жүрсеңіздер бір сюжет түсіріп алу үшін керек болып тұр. Аллах разы болсын. Abdü Nikul diyeceğiz.